Сырым жас кезінде Есентемір Бөкенбейден батасын алайын және ақыл сұрайын деп ат шапан алып алдына барады. Барып қонақ болғаннан кейін Бөкенбей Сырымнан келген жұмысын сұрайды. Сонда Сырым: менің сізге келген жұмысым біріншіден сіздің батаңызды алайын деп келдім, екіншіден ақыл сұрайын деп келдім дейді. Сонда Бөкенбей: саған батамды берейін, сен жас болғанмен елге бас болғанда екенсің деп бата береді. Арқаң қара нардай жауыр болсын, мінезің қара жердей ауыр болсын, өкпең жоқ кеудеңде бауыр болсын, құлағыңнан сыбыр кетпесін, жасың 60-қа жетпесін дейді. Батасын бергеннен кейін: мен не десем де бәрінің мағынасы бар, қалай түсіндің, өзіме айырып бер дейді Бөкенбей. Сонда Сырым: арқан көп мінгеннен жауыр болсын дегеніңіз халық үшін жұмыс жаса, өзіңе халықты ерте біл дегеніңіз. Мінезің қара жердей ауыр болсын дегеніңіз беріден ойлама, әріден ойла, салмақты бол, жеңіл болма дегеніңіз. Өкпең жоқ кеудеңде бауыр болсын дегеніңіз не болса соған өкпелеп, инені жіпке тізіп өкпешіл болма дегеніңіз. Құлағыңнан сыбыр кетпесін дегеніңіз ел арасында дау-жанжал көп болады. Сол кезде мәселенің ақ-қарасын ажыратып дұрыс төрелік жаса дегеніңіз. Бірақ жасың 60-қа жетпесін дегеніңізге түсіне алмадым депті. Сонда Бөкенбей Сырымға: мен сенен Құдайдың берген жасын қызғанамын ба? 100-ге кел. Менің жасым 84-ке келді. 6 бәлеге тап болдым. Мені сені сол 6 бәледен аулақ болсын деп едім. Ол мыналар: үлкен үйге кіре алмадым, кіші үйге сыя алмадым, қара сақалды әкем болды, қара шашты шешем болды, ауру келді, кәрілік жеңді. Міне 6 бәле деген осы. Бұған қалай түсіндің дейді. Сонда Сырым батыр: үлкен үйге кіре алмадым дегеніңіз адамның қатары кетеді, баратын үйі таусылады. Кіші үйге сыя алмадым дегеніңіз өзіңізден жасы кішілердің үйіне шақырусыз бара алмай қалғаныңыз. Қара сақалды әкем дегеніңіз өзіңнен туылған кей бала есейген соң әкенің тілін алмайды, әкені дұрыс бағаламайды, бір сөз айтсаң бетіңді қайтарып тастайды. Қара шашты шешем дегеніңіз сол баланың әйелі келініңіз. Осы шалған не керек екен, берген асты ішіп тыныш жата бермей ме дейтін шығар. Ауру мен кәрілік түсінікті ғой депті. Сонда Бөкенбей: бақытты бол балам, жақсы шештің дейді. Сырымға қарап Бөкенбей басын шертеді. Сырым бейге қарап тілін көрсетіпті. Сырымның қасындағы жолдастары: бөкең саған неге басын шертті? Оған сен аузыңды ашып тіліңді шығардың, ол не сөз дейді. Сонда Сырым: ол кісі маған басын шерткені басқа бәле қайдан келеді деген жұмбағы еді. Менің оған тілімді көрсеткенім басқа бәле тілден келеді дегенім депті. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып каналға тіркеле кетіңіз.